Атомы бар елді картопсыз елге айналдырды. Әлемдегі ең бай елді әлемдегі ең қайыршы елге айналдырды. Америкада дәл осы біз тұрған Тексаста бір сағаттық мұнай жұмысшысының бір сағаттық айлығы $100 екен. Бір сағаты. Бір сағаты $100 екен. Жаңа жігіт айтты, мен мұнайдың жұмысшысымын, бір сағатым $100 депті. Есептей бер. Сонда біз қазақ ұқсас, бізде мұнайлы елміз, бізде газға бай елміз, бізде уран бар, алтын бар. Құдай тағала жер шарын жаратқанда қандай байлық берсе, соның бәрі бар қазақта. Біз соның бәрін Құдай бізге беріп отыр, бірақ Құдай атқан бізге бергізбей отыр. Құдай бізге соншама байлықты берді, бірақ Құдай атқан бізден ол байлықты тартып алып отыр. Фейсбукте біреудің орысша бір постты тарап жүр, жаңа бөлісіп қойдым, нағыз ата жұрт деген Фейсбукте бөлістім. Ол бұл елді қолына алғанда бұл елдің атомы бар еді дейді. Ал қазір бұл ел картопсыз қалды деп жазыпты орыс тілінде. Бөлісіп қойдым. Білесіздер, мен орысша білмеймін, бірақ оқып бүйтіп шамалап түсінемін, сөйлей алмаймын. Міне, атомы бар елді картопсыз елге айналдырды. Әлемдегі ең бай елді әлемдегі ең қайыршы елге айналдырды. Енді бұдан қылмыс өрбейді, ұрдық өрбейді, қарақшылық өрбейді, соттау көбейеді, сосын бар пара көбейеді, прокурорларға, полицейлерге, жаңағы соттарға ақша бересіңдер, сөйтіп жала көбейеді, қыздардың жезөкшелігі көбейеді, шетелге жезөкше қыздардың кетуі көбейеді. Сондықтан әр қазақ өз қызыңа ие бол. Әрбір қиналған қазақ басқа бір қазақтың малын ұрдаймын деп, немесе басқа бір сол аштықтан, жоқшылықтан ашынған долы болады, ашыққан ұры болады дейді қазақ. Сол ашынған, ашыққан ұры болғанша ашынған долы бол. Долы бол, талабыңдай, мемлекетке долы бол. Сен ашықтым, ұры болдым деме, себебі сен соттауға полицейлер дайын тұр. Себебі оларға қазақты бас көтертпей езу тапсырмасы берілген. Бұл пирамидалық жүйе. Пирамидалық жүйе. Оны жаңа полицейде, оның жоғарды, оның жоғары, оның жоғары езеді, мұжғылайды. Оны сол ішкі армияда тәрбиеде жүргенде, әскерде жүргенде, оның бүкіл арын, ұждан, ұятын нөл қылады. Оны адам көрмейтін қорлықты көрсетеді, сосын барып оны сол қызметке барғанда, ол да мал болып шығады, өзінен әлсіздің бәрін құртуға дайын тұрады. Жақсы, құрметті көпшілік, 777 қазақ көріп отыр екенсіздер. 449-ыңыз ғана лайк басыпсыздар, қалғандарыңыз не, киім-ішектерсіздер ме? Мен баяғыда 17-18 жылы Қытайда қазақ тақырыбын көтергенде киімбінің үш жігіті келіп менімен сөйлесті, ойбай геноцид деп атама деп. Кейін батыс ақпарында жазып жібердік қой, мені геноцид деп атама деп қысымсап жатыр. Сол мына Қытайдағы сұмдықты қазір мына соттар ашып, Америка геноцид деп, Англия геноцид деп, Канада геноцид деп, одан мынау жаңағы порту немене қайселеді Голландия геноцид деп сөйтіп мойындап жатыр. Ол Серікжан Біләшұлы 17 жылы геноцид деп қойған болады. Бұл ақпарат жазып, ойбай Помпео геноцид деді. Сол Помпеоларың оның не екенін білмей жатқанда 17 жылы біз геноцид деп жазып қойғанбыз. Лемонде тұр ол. Сұхбатымызда тұр, эфирімізде тұр. Сонда жаңағы кембін жігіттер маған қалың кітаптар алып келді. Не кітап екен десем, кәдімгі менің лекцияларымды орысша аударып, тастай қылып, оның әрбір сөзіне өздері изахат беріп, түсіндірме беріп, тәпсірлеп сөйтіп алып кетті. Сонда киім отырсыңдар ма деймін ғой. Оларға да жұмыс болып отыр ғой, Серікжанның әрбір лекция. Енді жоғарғы үстем там өкілдері орыс тілді қазақтар ғой. Менің лекцияларымды аударады екен оған, арнайы мамандар отырып, оған характерство жазады екен орысша. Менің әрбір сөзімнен, кілтең сөздерінен мін табуға болатын жерінен табады екен жаңағы. Сөйтіп, оны аударып, оны кітап қып бастырып, оны жоғарға әрбір лекциямды бір мақала сияқты, ол бір лекциямды бәлем бай 3 есе 4 есе қып жаңа характерство жазып, түсіндірме жазып, өздері ит болып жатыр екен. Соған айтам ғой, киембісіңдер ме деп. Лайк басуды аяп отыр екенсіңдер, саусақтарыңызды аяп. Жарайды, киембі болмақ тұрмақ, онан зорғысы болсаң да,
бөлсүңдөр, таратыңдар. Астында подписация дейт, тиркелүү дейт, жазылуу дейт. Соған басып подписацияны басып, тиркелүү жазылууду басып тиркелиңиздер. Астында кыйсык стрелка тур YouTube'тың астында. Сону басып WhatsApp'та, Facebook'та таратыңыздар. Аман болайык, сау болайык. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Айтпақшы, шаршап діңкелеп отырмын. Бізде қазір түнгі сағат қанша болды? Бізде түнгі сағат 3:53 болды. 12 июнь, сіз 4 болайын депті. Сіздерде 2 түстен кейін сағат 2:53 болды ғой. Түстен кейін сағат. Сондықтан айыпқа бермеңіздер, шаршап отырмын. Әлгінде 10 километр жүріп едім. Әлгінде аяқ астынан шабытым тасып, түнгі сағат 11-12 мөлшерінде 11-ші күннің аяғында. 12 километр жүрейін деп артық 2 километр жүріп едім. Сол 12 километр 600 метр, яғни 12,5 километрде жүріп, діңкелеп, табаным ауырып, саным ауырып, балтырым сыздап, одан келіп ыстық суға құйынып, соның өзінде де шаршап тұрмын. Негізі сол 10 километр дұрыс екен, 12 километр сәл ауыр келеді екен. Шаршап отырмын, неғып түрің басқаша болып тұр, неғып баяғыдай қылышыңнан қантам лапылдап тұрып сөйлемейсің деп сынамаңыздар, мінемеңіздер. Шаршап тұрмын, салмақ тастау деген оңай емес екен. Қарным ашып, шек шұр-шұр етіп тұр. Нәпсі бар. Ана мұздатқышта ашыбанда тұрған тамақты ана микропешке ысытып жеп ал деп құлағыма сыбырлап тұр. Жоқ, арықтау керек, артық салмақ тастау керек, қарынды кішірейту керек, жіптей жігіт болу керек, бәйгеге салатын аттай жарап тура тұру керек деп ақылым айтады. Соныменен жаңағы шаршап 12,6 километр жол жүріп, шегім шұрылдап, қарным ашып, өз ыстық моншаға түсіп, салма сияқты ыстыққа түсіп, діңкелеп отырған отырысым осы. Айыпқа бермаңыздар. Мен енді қашанда жаңағы ызаланып, ашумен, бір іштегі бір энергиямен сөйлеген лекцияларым үйреніп қалған елдерге деп жуасыған, салқынғанды болып сөйлеген лекциям сіздерге басқашалау болып қалмасын, соған арнаймын.